Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін өте қатты қуаныштымын, прям жылағым келіп тұр. Менде бүгін адамдарымның ішінде 8-ші адам онкологиядан жазылып отыр. Асқазаннан онкология болатын. 3 ай ішті осы жапондық өнімдерді, 3 айдың ішінде результат көріп отыр. Сенесіздер ме? 13 рет химия алған адам, 13 рет уже химияға жарамайды деп отырған. Жүреді өзін, қалай айтсам болады, ер адам өзінің андай өмірге деген құлшынысы өте керемет екенін прям бір айтып жеткізе алмаймын. Сөйлескен кезде кәдімгідей бір өзімнің туысым сияқты 3 ай бойы сөйлестім и осы өнімдерді ішіп жүрді. Толықтай өзім қадағаладым. Бүгін маған звондап прям жылатты десем де болады. Өте керемет результат, онкологиядан, асқазаннан толықтай емделіп отыр. Кешегіде айтқаным, бір айдың ішінде ішектерден результат болды деп айтқан болатын, не? Бұл аға енді 3 айдың ішінде онкологиядан емделіп отыр. 13 рет химия алған. Енді не айтарымды білмей отырмын. Прям қатты қуаныштым. 8-ші адам уже осылай маған шығып өзінің рахметін айтып отқан. Қазір өте қуаныштым. Айтасыздар ғой сіздер, реклама жасап жатырсың, ойбай көмектеспейді деп. Көмектеседі, онкология, рак емделіп жатыр. Аллаға сансыз шүкір. Бізде именно өнімдер теңіз, 100 метр теміп жататын теңіз жәндіктерінің сығындыларынан жасалынады. Бұл именно өнімдер, жәндіктер, даже теңізде жүрген балықтар, акула, кит, солардың ауруларын емдеп отыр. Соны біз осы жәндіктерді жеу арқылы олар ауырмайды екен. Сол сияқты қараңыздаршы, біз онкологияға 6 ай 1 жыл ішіңіздер дейміз, 6 ай 1 жыл ішіңіздер дейміз. Өйткені бұл бат қой, бат. Бат деген организмді ақырын емдейді, бауырды емдейді, ақырын ұйқы безге барады, солай. Главный результат болып жатыр. Аллаға сансыз шүкір деймін, осы жапондық өнімдермен айналысатыныма. Қаншама адамдарға бірінші Аллах тағала осы өнімдерді просто